Ішкі істер министрлігінің 102 мобильді қосымшасы оқиға орнына қысқа хабарлама, сондай-ақ фото, видео жіберуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар бейне қоңырау шалуға болады. Бұл ретте қоңырау шалушының орналасқан жері анықталады, және 102 желі басқару орталығының операторларымен не болып жатқанын көру, дереу тиісті ден қою шаралары қабылдай алады. Қазіргі таңда мобильді қосымша 3 хабарлама келіп түсті. Құрметті қала тұрғындары, егер өзіңіздің немесе өзгенің қауіпсіздігіне немесе өміріне қауіп төніп тұр деп ойласаңыз, дереу хабарласыңыз. 102 мобильді қосымшасын пайдалануға шақырамыз. Бұл мобильді қосымша ағымдағы жылдың 1 ақпанынан бастап қызмет атқарып келеді. Алло, саламатсыздар ма? Әбілқайыр хан желтоқсан көшелерінің қиылысында пробка болатыр, светофор жұмыс істемей қалып тұрады. Патрульдік полиция қызметкерлерін жібересіздер ма? Алло. Садуакасов Қыдырбек. Жақсы, рахмет. 2021 жылдың 1 ақпанынан бастап Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі 102 мобильді қосымшасын іске қосты. Ақпараттық технологиялардың қазіргі даму деңгейінде кез келген ақпарат найзағайдың жылдамдығындай тез тарайды. Бізде полицияның қала тұрғындарының хабарламаларын жедел назарға алып, тиісті жұмыстар атқарылғандығын қалаймыз. 102 қосымшасының тиімділігі полиция қызметкерлеріне оқиғалар мен азаматтардың хабарламаларына жедел жауап беруге мүмкіндік береді. Халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы бойынша енді әрбір адам оқиға орнынан фото, видео жіберіп, бейне қоңыраулар жасауға мүмкіндік алды. Бұл ретте қоңырау шалушының орналасқан жері анықталып, жедел басқару орталығының операторлары тиісті шараларын қабылдай алады.